Барлықтарыңызға жақсы күн болсын. Гүлденген әлем каналының көрермендері, осы видеоны көріп отырған көпшілік. Мен бүгінгі видеомда осыдан бір ай бұрын еккен жаңа қызанақтарым, алдыларыңызда тұрған салат жапырақтарым қалай өсіп жатқандығы туралы белгілеп видео түсіріп алайын деп осы видеоны түсіріп отырмын. Мына жаңа өткендегі видеоға түсіргеннің бір жақсы жері, айтушы едім ғой, жақсы белгілеп аламыз деген сияқты. Қағазынды жаңағы еккен нәрсенді іздеп жатпайсың. Өткен видеоны қарай саласың. Мысалы, қай жерге не еккеніңді біріншіден, екіншіден жаңағы қай жерге не еккенді өзің түрінен енді біліп тұрасың ғой, не өсіп келе жатқанын. Оны қарамасаң да жаңағы уақытында қарай саласың. Мысалы, менің осы алдыларыңыздағы салат жапырақтарын осыларды еккеніме бір ай болыпты. Өйткені сол видеоның астында 1 месяц назад деген сияқты жаңағы или видеоға немесе видеоға бір ай болды деп 1 месяц деп сондай көрініп тұрады. Сонысымен жақсы да. Содан қарап отырмын. Содан сол видеомды тағы бір қарап шықтым. Мынау шықпай жатқан не нәрсе екен деп көрейін деп. Бұлар баялдылар екен, баклажан баялды. Екі түрлі сұрып еккен болатынмын. Демек, баялдының жаңағы көшеттерінің өсу барысы өзі кештеу, баяу болуы мүмкін. Сол себепті де жаңағы қызанақ, салат жапырақтарына қарағанда сол себепті де кеш өсуі мүмкін. Өйткені мен бұрын баялдыны өсіріп көргенім бір-екі азғана бір неден қалташа жаңағы тұқымнан кейбір кезде өз ішінде азғана дана шығады ғой. Сондықтан жаңағы соны екі көргенде азғана өсіп шықты ма, сондай бір нәрсе болған. Былайынан қатты есімде жоқ, баялдыны керемет өсірген жоқпын негізі. Былайынан өмірімде тәжірибеде болса да, көшетін сатып алып өсірдім ба, сондай болған. Баялдыны азғана өсіріп көргенім есімде, бірақ жаңағы баялдының кеш шығатыны туралы ондай есімде сақтамаппын. Енді жобамен білетін боламыз, бәрі тәжірибе алмасу, барлық осындай салыстыру кезінде байқалады ғой. Сондықтан ойлап отырмын, сол баялдының, жаңағы баклажанның өзінің бір ерекшелігі шығар, сондай күннің арасында жаңағы дает всходы деген сияқты болады ғой. Сондай шығатын уақыты, мерзімі басқаша болуы мүмкін шығар деп ойлап отырмын. Дегенмен де салыстырмалы түрде қарағанда мұны қызанақтардан көріп баяу екен. Негізі, егерде біреу ескі болып кеткен күннің өзінде жаңағы тұқымдары жарамай қалған айтады ғой. Несі мерзімі өтіп кеткен тұқымдар болған күннің өзінде екі пачка ғой менде. Екеуі де былайынан баяғыдан қалып қойған емес. Сондықтан олардың өсуі сондай өзі баяу сияқты. Міне алдыларыңызда жаңағы міне 1-2-3 жерге осы белый налив өзімнің өсіріп жүрген қызанақтарымнан дайындаған тұқымдарымды салдым. Олардың өсу барысы қазір осындай. Енді бұларды анандай стаканға бір ыңғайлы жаңағы айтады ғой, басқа жерге егуге, бір-біріне кедергі келтіріп тұрған жоқ ондай. Басқа жерге егуге былайынан шұғыл ондай болып тұрған жоқ. Сондықтан жаңағы стакандарға егуге де ептеп, мына жер көрдіңіздер ме, нәзіктеу, ана өте нәзік. Бұларды жаңағы анда-мында керемет қозғап қажет емес. Егерде түсінемін бұлай болып өсіп кетсе, бір жерде 20 шақты болып, сондай болып өсіп кетсе, онда ептеп алып жаңағы стакан бір нәрселерге егуге болады деп ойлаймын. Енді әрі кетсе сантиметрмен есептеп айтатын болсам, 2 сантиметр бойлары. Мына бір көшеттерде көрдіңіздер ме, основной жапырақ дейді ғой, басты жапырақтары міне. Мына жерде екеу шығып жатса, міне, мына жерден басқа уже 3-4 жапырақтар пайда бола бастады. Сондай әртүрлі өсу барысы әртүрлі. Мына жердегілер міне
бірыңғай, көбісінің уже екі жапырақ өскеннен кейін уже үшінші, төртінші жапырақтары бірыңғай пайда болып тұр. Шеттері ептеп кішірек, көбісінде екі жапырақпен тұр. Мына басқа сұрып. Мына сұрыптарды да негіз салыстырса, бәрі қызанақ болғанымен өсу барысында жаңағы жапырақтардың ерекшелігінде ептеген өзгеріс болады. Мынау Волгоградский деген 1 метр болып өсетін қызанақ, бойы 1 метр болып өсетін. Бұл ептеп ерекшелеу. Көрдіңіздер ма? Бұлар басқаша, анау үшінші, төртінші жапырақтары кішкене гүлдені басқаша шығып тұр. Және бойлары кішірек болса да, көбісінің сондай жапырақтары шығып тұр. Енді жаңадан өсіретіндерге бір не кеңес айтам десем. Қызанақ қатты ұзын болып кетсе, андай қорықпай-ақ қоюға болады. Мынандай ұзын болып кетті, тек қана андай қатты жіңішке, нәзік болып өз-өзін көтере алмай қалмау керек. Онда әрине дұрыс емес ол. Ал бойы ұзын болып кетсе, бойынан қорқудың еш қажеті жоқ. Өйткені стаканға жеке-жеке отырғызсаңыздар, мысалы, олардың жан-жағынан тамыр өсіп шығу, сондай жан-жағынан тамыры мына жерлерден өсіп шыға береді. Сондай қанша көмесіз, сондай бір ерекшеліктері бар. Сонысымен жақсы. Ана бойы өсіп кетті деп уайымдамайсыздар. Енді осы қазірге айтарым қызанақтар туралы осы видеоны бір аяқтап алайын. Сосын ары қарай салат жапырақтары туралы басқа видео дайындаймын.